Башкортстанда әсем кала, мунай кала Ишимбай деген бар. Сондай көршілес башкорттар тұратын жер Магнитогорск және Челябі қалалары бар. Олардың осы үш қалалардың атауы бойынша қазақша аңызы бар екен. Осы аңыз бойынша Тағанбайдың 4 ұлы болды. Сарыбай, Есімбай, Маңғыт, сондай Сіләмбай болды. Есімбай баласы башқұрт қызына ғашық болып, әкесін ызаландырып, әкесі аулақтап, халық оның қанын мәңгі ішсін деп қарғап кетеді. Sonra Есімбай тауда кенеттен қайтыс болып, қаны мұнайға айналады. Оның орнында Ишимбай қаласы салынады. Баласы Маңғыт Орал тауына көшіп, таулар арасында өмір сүріп, башқұрттар мен қазақтардың арасында Маңғыт тау деген атауына иелікке болды. Ал Челябі қаласы бойынша баласы Сіләмбай башқұрттар мен қазақтардың арасында үздіксіз барымтаны тоқтатып, бітімге келістіріп, халық оны құрметтеп Сіләмбей деп атаған. Соның орнында қазіргі Челябі қаласы орнықтырды.